Астың дәмін келтірген тұз әулие, елдің сәнін келтірген қыз әулие. Қазақ мақалы. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақта тұзды төгіп қойсаң, өмірің ащы болады. Тұзды тегін берсең, ұрыс-керіске тап боласың деген ырым тыйымдар бар. Сондай-ақ көне көз апаларымыз тұзды иығынан 3 рет асырып сермесең, барлық аурулар мен жамандықтан аулақ боласың деп жатады. Қазақ айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген пайдалы тұстары бар екен. Бояудың иісі шығып тұрған бөлмеге тұз салған сауыт қойсаңыз, иіс тез арада жоғалып кетеді. Балық иісі шығып тұрған ыдысты тұз қосылған суық сумен жуыңыз. Ішіне бір шөкім тұз салсаңыз, кофенің дәмі кіре түседі. Егер табадағы май көпіршіктенсе, оны аздап тұздаңыз. Қол орамалдарды жуудан бұрын оны бір уыс тұз ертілген жылы суға 2-3 сағат бойына салып қойсаңыз, әбден сіңіп қалған дақтарды кетіруде таптырмас көмек болады. Сарғайған терезе жабынын жуудан бұрын тұзды суға салыңыз. Шикі жұмыртқаны, әсіресе оның ағын шайқағанда, міндетті түрде тұз қосыңыз. Жұмыртқаны шайқау әлде қайда жеңілдейді. Жұмыртқа пісірілген суға міндетті түрде тұз салыңыз. Жұмыртқа жарылса да, тұзды суда ағып кетпейді. Кесілген алма қайнатылғанға дейін қарайып кетпеу үшін, оны сәл-пәл тұздаған суда ұстаңыз. Кесілген пиязды тұздап қойса, өзінің қалпын ұзақ сақтайды. Егер бір шақпақ қантты ащы тұздалған сорпаға жарты минутқа салып салса, тұзы кемиді. Егер сорпа тым қатты тұздалса, жаңағыдай әдісті 2-3 рет қайталанған жөн. Ыстық күндері май салынған ыдысты тұзды суға малынған шүберекке орап қойса, май ерімейді. Тағам қуырған кезде табаға кішкене тұз сепсеңіз, май шашырамайды. Духовкаға қойған печенье күйіп кетпес үшін форма астына аздап тұз салу керек. Балдыр иісі шыққан балықты тұзы ащы езілген салқын суға салып қойса, жаман иіс кетіп қалады. Балық тазалаған кезде қолды тұзға батырып алу керек, бұл еңбекті жеңілдетеді. Қабығы жарылған жұмыртқаны тұзды суға салып пісірсе ақпайды. Овощтағы жәндіктерді тазарту үшін оны пісірер алдында тұзды суға батырып алу керек. Шойын ыдысты татпаса, оны тұз қышқылының әлсіз ерітіндісімен сүртіп кетіруге болады. Кірленген шойын ыдыстарды елеп алынған майды құммен, түрлі қағазбен ысып тазалап алып, одан кейін сода қосылған сумен жуу керек. Жаңа сатып алынған шойын табаны пайдаланудан бұрын әуелі қатты жанып тұрған отқа қойып, ішіне тұз салып өртеп алу керек. Тұз құйып, қоңыр қызыл түсті болған кезде табаны оттан алып қоясыз да, біраздан кейін сол тұзбен табаның ішін ыстықтай сүртесіз. Бұдан кейін табаның ішін өсімдік маймен майлап, пешке қойып, әбден қыздырып аласыз. Осылайша қыздырылған табаға тамақ жабыспайтын болады. Тұздың зияны. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді. Австралия ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзаға қалай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтайды. The Daily Mail'дің хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағына денсаулығы мықты 16 адам қатысқан. Олардың әрқайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылды. Бұдан соң 0,3% тұзды бар тағам және берілді. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың иық артериясындағы қан тамырларының соғысын өлшеген. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалыпты. Тұз 30 минуттан соң ағзаға әсере бастап, қан жүгірісін шамамен 1 сағат бойына тоқтатқан. 4 грамм тұз адамның жалпы рационына енетін тағамдардың орташа тұздылық көрсеткішіне тең. Соған қарамастан, тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Профессор Грэхэм МакГрегордың айтуынша, жүргізілген сынаққа қарағанда адамның қан тамырларын қатайтқан нәрсе тұз болуы мүмкін. Тұз табиғи химиялық қосылыс. Ол натрий хлоридынан 60% натрий және 40% хлордан тұрады. Бұл элементтер адам үшін өте маңызды және біздің денеміздің әртүрлі функцияларын қолдануға жауап береді. Сонымен натрий қан плазмасының бөлігі және су-тұз балансын сақтауға көмектеседі. Қалыпты өсуге ықпал етеді.
бұлшықеттер мен жүйке жүйесін қолдайды екен. Хлор ас қорыту процесінде маңызды саналады. Онсыз ағзамыз асқазан сөлінің бөлігі саналатын тұз қышқылын жоғалтқан болар еді. Дегенмен тұз күнделікті қалыпты дәрежеде тұтынғанда ғана пайдалы. Тұздың нормасы тәулігіне 5 граммнан аспау керек. Кешке тұзды тағам жегеннен кейін таңертең ісініп оянамыз. Натрий осылай жұмыс істеп, сұйықтықтың кетуіне кедергі келтіреді және оның тоқырауын тудырады. Бұл сыртқы келбетімізге зиян келтіріп қана қоймайды. Сонымен қатар бізді ең маңызды микроэлементтерден айырады. Олар денеміздің әртүрлі жүйелер мен ағзаның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажет. Сонымен тұздың артық болуы жүрек қан тамырлары ауруларының, бүйрек ауруларын және асқазан ішек жолдары ауруларының қаупін арттырады екен. Бүгінде дүкен сөрелерінде тұздың көптеген түрлері кездеседі. Қарапайым аспаздықтан экзотикалық сорттарға немесе дәмдеуіштер мен түрлі қоспалары бар тұздарға дейін сөрелерде самсап тұр. Шығару әдісіне және өндіру технологиясына байланысты олар әртүрлі болады. Сонымен белгілі ас тұзы тас түріне жатады. Ол арнайы тұз шахталарында және карьераларда өндіріледі. Ал теңіз тұзы судан булану арқылы алынады екен. Тұздың түрлері және олардың қасиеттері де белгілі болды. Теңіз тұзы табиғи булану арқылы алынады. Ол басқа сорттардан ірі ұнтағымен ерекшеленеді. Сонымен қатар теңіз тұзының пайдалы құрамы бар. Натрий хлоридінен басқа оның құрамына калий, кальций, бром, марганец, йод кіреді. Қызғылт түсті тұз, Гималай тұзы. Ол өзінің әдемі түсі құрамында темір оксидінің жоғарылығымен басқаларынан ерекшеленеді. Теңіз тұзы сияқты Гималай тұзында құнды микроэлементтердің көп мөлшері бар. Қызғылт түстен басқа қара тұз да бар. Қара тұз күкіртті сутегі мен кен орындарында өндіріледі. Сондықтан ол басқа сорттардың құрамында сульфаттардың болуымен ерекшеленеді. Көптеген диетологтар қара тұзды ең пайдалы сорт деп санайды. Дегенмен одан жұмыртқа иісіне ұқсас иіс шығады. Сондықтан барлық тағамға жарамайды. Жеуге болатын тұз ол ас тұзы. Ең танымал, бірақ ең аз пайдалы тұз түрі. Өндіріс процесінде ол қоспалардан мұқият тазаланады. Олармен бірге барлық қосымша пайдалы заттар кетеді. Композицияда тек натрий хлориді қалады. Оған ағартқыш бояғыштармен бірікпеу үшін ылғал буландырғыштарды қосады. Көбінесе дүкендерде экстра деп аталатын тұзды табуға болады. Өкінішке орай, мұндай өнімде ерекше пайдалы ештеңе жоқ. Бұл қарапайым ас тұзы. Оның кристалдары ең аз мөлшерге дейін ұсақталған. Көбінесе мұндай тұз тамақтану процесіне дайын тағамдарға тұз қосу үшін қолданылады екен. Йодталған тұз. Йодталған тұз ас тұзының тағы бір түрі. Оның құрамында йод тапшылығының орнын толтыруға көмектесетін калий йоды бар. Бір жағынан бұл өте пайдалы, себебі көптеген адамдар йод тапшылығынан зардап шегеді. Дегенмен калий йоды термиялық өңдеу кезінде жойылады. Яғни мұндай тұз ыстық тағамға қосу кезінде пайдасыз болып қалады екен. Тұздың құрамындағы пайдалы заттар оны тағамдық қоспа ретінде ғана емес, сонымен қатар әртүрлі косметикалық процедуралар үшін де қолдануға мүмкіндік береді. Ең қолжетімді нұсқа тұзды ванналар. Мұндай процедуралар терінің күйі мен тонусына жақсы әсер етеді. Қабыну мен аллергиялық реакциялармен күресуге, ауырсынуды жеңілдетуге және денедегі қайнауын жақсартуға көмектеседі екен. Теңіз тұзы ваннаны қабылдаудың ең жақсы нұсқасы. Сіз магний мен калийдің көп мөлшерін қамтитын өлі теңіз тұзына негізделген қоспаларды пайдалана аласыз. Балама ретінде қызғылт Гималай тұзы да қолайлы. Ол емді және адамды тыныштандыратын әсерге ие. Тамақтану үлесінде тұздың мөлшері өте көп болуы ағзаға айтарлықтай кері әсерін тигізіп, нәтижесінде түрлі ауруға шалдықтырады. Әлем бойынша әр 5-ші адам жүйесіз тамақтанудан қайтыс болады екен. Оған тұзды өте көп мөлшерде қолдануда жатады. Тұздың артық тұтынылуы мынандай ауруларға әкелуі мүмкін. Қан ұйғыштығы және тромб түзілуі, жүрек қан тамырлары аурулары, буын мәселелері, ісінулер, жоғарғы қан қысымы, инсульт, бүйрек пен бауыр аурулары. Тұз мөлшерін азайтудың мынандай әдістері бар екен. Тамақты қуырмаңыз,
Сол кезде азық-түліктегі табиғи тұз дәмі жақсы сақталады. Дастархандағы тұзды шөптер мен дәмдеуіштер қоспасына ауыстырыңыз. Тамақты үйде пісіріп ішуге тырысыңыз. Мамандардың айтуынша, мейрамхана тамағында тұз мөлшері көбірек болады екен. Өнімнің заттаңбасына мән беріңіз. Өнімнің құрамы жазылған жолда бастапқыда тұрған ингредиенттердің мөлшері көп дегенді білдіреді. Сондықтан қандай да бір өнімнің құрамы деген жерде тұздың соңғы жағында тұрғандығын тексеріп алыңыз. Тұздықтардан, яғни кетчуп, қыша, ащы дәмқостар бас тартыңыз. Егер оны қатты ұнатсаңыз, құтыдағы қиярдың суын төгіп, маринатталған қиярларды салқын сумен бір шайып алыңыз. Тамақты қосымша тұздаудың қажеті жоқ. Тамақ пісіру кезінде қосқан тұзыңыз жеткілікті. Тұзды өлшеуіш қасықпен алыңыз. Сол кезде оны қанша қолданып жатқандығыңызды біліп, оны азайтуға мүмкіндік болады. Тұзға шектеу қойғаннан кейін бір айдан соң тамақтың шын дәмін сезіне бастайсыз. Дәм сезу рецепторларыңыз қалпына келеді. Сондықтан тұзға деген қажеттілік өз-өзімен жоғала бастайды екен. Ақпарат пайдалы болса, арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.